Төртінші есеп. Периметрлерінің қосындысы 96 сантиметрге тең 12 бірдей шаршыдан құрылған тік төртбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Яғни бізде 12 бірдей шаршы бар және оның периметрі 96 сантиметрге тең. Ендеше біз бірінші амалда 96-ны 12-ге бөлу арқылы бір шаршының периметрін таба аламыз. Яғни 96-ны 12-ге бөлсек 8 сантиметр. Бұл бізде бір шаршының периметрі. Егер біз бір шаршының периметрін білетін болсақ, ал шаршының периметрі ол 4 көбейту арқылы анықталады, барлық қабырғалар бірдей болғандықтан біз оны 4-ке көбейте саламыз. Демек, біз 8-ді 4-ке бөлу арқылы 2 сантиметр шаршының бір қабырғасын анықтадық. Яғни шаршының қабырғасы 2 сантиметрге тең. Енді осындай 12 бірдей шаршыдан құрылған тік төртбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Яғни шаршының түрі бізде мысалы мынандай болсын. Шаршы дегеніміз ол барлық қабырғасы тең ғой, яғни 4 қабырғасы да 2 сантиметрден. Осындай шаршыдан құрылған, 12 бірдей шаршыдан құрылған тік төртбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Ол тік төртбұрыш бізде мынандай формада болуы мүмкін. Мысалы, бізде міне мынау бірінші шаршы, мынау екінші шаршы. Дәл солай санасақ 12 шаршы, 12 шаршыдан құрылған тік төртбұрыш. Егер мынау қабырғасы, шаршының бір қабырғасы 2 сантиметр болса, онда 2-ні 3-ке көбейтсек, мынау бізде 6 сантиметр болады. Ал мынау бізде 2-ні 4-ке көбейтсек 8 сантиметр болады. Егер осы тік төртбұрыштың ауданын есептейтін болсақ, тең ауданды есептеу үшін 6-ны 8-ге көбейтеміз, онда ол 48 сантиметр квадрат болады. Және біздің тік төртбұрышымыз ол мынандай формада болуы мүмкін. Яғни барлығы бірге осылай. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, 10-шы, 11-шы, мұнда тағы біреуін қосайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 шаршыдан құрылған. Яғни бір қабырғасы 2 сантиметр болса, мынау қабырға 2 сантиметр болса, ал бізде ондайдан 12, демек мынау бізге 24-ті береді. 24 сантиметр. Ал мына жері ол 2 сантиметр. Енді бұның ауданын табу үшін біз дәл солай бір қабырғасын екінші қабырғасына көбейтеміз. Яғни 2-ні 24-ке көбейтсек, ол бізде 48 сантиметр квадрат болады. Немесе біздің тік төртбұрышымыз ол мынандай түрде болуы мүмкін. Дәл осындай, бірақ 2 есе кішірейтілген. Осындай түрде болуы мүмкін. Демек, мынау қабырғамыз 2 сантиметр болса, онда 2-ні 2-ке көбейтсек, мынау 4 сантиметр болады. Және мынау қабырғасы да 2 сантиметр болса, онда бұл 6, 6-ны 2-ке көбейтсек, ол 12 сантиметрге тең. Осы тік төртбұрыштың ауданында есептейтін болсақ, 4-ті 12-ке көбейтеміз, ол 48 сантиметр квадрат. Демек, 12 бірдей шаршыдан құрылған тік төртбұрыштың ол қандай формада болмасын ауданы 48 сантиметр квадратқа тең. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.